Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жұмсақ, сочный болып шығатын игорьский самса рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Тоңазытқыштан шыққан майды осылай ұнға малып отырып, үкіштен өткіземіз. Үкішті тазалғыштан тазалап аламыз. Ұнды сүйіп тазалап аламыз. Және де әрі болып қалған сары майларды ұнға малып уатып жібереміз. Әрине қолымызға перчатка киеміз. Қаймақ, бір жұмыртқа, бір желток, шамалы су құйып, дәміне қарай тұзын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолымызға перчатка киеміз. Қолымыз істесе, онда ішіндегі сары майларымыз қолдың температурасымен еріп кетуі мүмкін. Осылай жұмсақ қылып илейміз. Илеп, шамалы уақытқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Және салмасына менде тауық еті, картошка, пияз, морковь бар. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Балаларға арналған начинкасы. Енді салмасын өздеріңізге байланысты ет салуға да болады. Жаңағы тоңазытқыштан қамырды алып жаямыз, жұқа қылып. Жайып болған соң үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды жағамыз. Еріп кеткенде жауға болмайды, әйтпесе ағып тұрады. Бөлме температурасында тұрған сары майды осылай жағып, осылай айналдыра отырып, араларына сары май жағып отырамыз. Сосын 30 минут, 1 сағатқа салфанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай жайып, мен сияқты осылай самаурынның қақпағымен осылай кесіп аламыз. Болмаса өздеріңізге байланысты енді салмасын салып түйеміз. Түйу әдісі осылай жасалады. Осылай түйіп, үстіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Енді ол духовкаларыңызға байланысты мен 35-40 минуттай пісіріп алдым. Үстіне жұмыртқаны жағып, күнжіт сеуіп 180 градуста пісіріп аламыз. Мен 45 минутта пісіріп алдым. Егер де видео ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен сұлу. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.